Сәлеметсіздер ме, Шыншыл кино арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін біз ағайынды Коэндердің «Старикам тут не место» атты фильмін сіздерге баяндап береміз. Кәне дайындалып тыңдаңыздар. Оқиға 1980 жылдың маусым айында Техастың батысындағы шөлді пейзаждарда өрбиді. Шериф Том Белл қылмыстың өсуі мен қылмыскерлер арасында қатыгездіктің артуы туралы баяндайды. Полиция қызметкерлері жас жігітті резеңке шланг пен металл ұшымен жабдықталған баллон сияқты түсініксіз құрылғымен ұстайды. Учаскеде тәртіп бұзушы полицейді өлтіріп, полиция машинасымен қашып кетеді. Аңшы Левелин Мосс үлкен бұғыларды аңдып атып жүріп, атыс болған орынды және сол орындағы бірнеше мәйітті тауып алады. Қаза болғандардың арасынан тірі қалған біреуді іздестіріп, жан-жағына қарап жүріп, ол ақшамен толтырылған чемоданды және сол чемоданды алып қашқан мәйітті де тауып алады. Ақшаның бәрін алып, жымқырып, үйіне кетеді. Үйіне оралған соң ол әйеліне көп ақша тапқанын айтып, біраз уақыттан кейін Мосс атыс болған жерге қайта баруды, киллерлермен бетпе-бет кездесуді ойлайды. Бірақ сол жерге барған кезде қудалау басталып, Мосс қашып құтылады. Оның соңынан ит түсіп, Мосс оны да өлтіріп, ақыр соңында іздестіруге түседі. Мосс үнемі артынан біреудің қудалап жүргенін сезіп, үрей мен қауіптің қамауында өмір сүреді. Бірде ол қолындағы ақшаны басқа жерге жасырып, өзі басқа жаққа кетеді. Бірақ бұл әрекеті де оны толық қауіпсіздікке жеткізбейді. Себебі оның артынан Антон Чигура деген қылмыскер қудалап жүреді. Антон Чигура пневматикалық тапаншасы бар кәсіби киллер. Ол жанармай бекетінің қызметкерін Орлянка ойынын ойнап өлтіріп, Мосстың ізін қуып кетеді. Ол чемоданнан пеленгатор тауып, оны Моссты іздеу үшін пайдаланады. Чигура адамгершілік қағидаларына мән бермейтін, қатыгез әрі принципті қылмыскер. Оның басты мақсаты өзіне жүктелген тапсырманы орындап, ақшаны қайтару. Чигура өзінің әділдік концепциясы бойынша өмір сүреді. Ол адамдардың өмірін кездейсоқтықтың нәтижесі ретінде қабылдап, және олардың тағдырын тиын лақтыру арқылы шешеді. Бұл әділдік концепциясы фильмнің негізгі философиялық тақырыптарының бірі болып табылады. Мосс ақшаны жасырып, арзан қонақ үйлерде тоқтайды. Чигура бөлмелерді тексеріп, Мосстың ізін табады. Араларында атыс болып, Мосс жарақат алады. Бірақ қашып құтылады. Ол шекараны кесіп өтіп Мексикаға барады, бірақ ақшаны жасырып кетеді. Чигура Мосстың артынан қалмай, оны іздеуін жалғастыра береді. Ол жүрген жерлерді мұқият зерттеп, әрбір ізді тексереді. Әрдайым бір қадам алда болуға тырысады. Бірақ Чигураның шеберлігі мен қатыгездігі оны үнемі қауіпті жағдайға итермелейді. Шериф Белл де бұл қақтығысқа араласуға тырысады. Ол Моссқа көмек көрсету үшін барлық мүмкіндіктерді пайдаланады. Бірақ Чигураның қатыгездігі мен Мосс қашу шеберлігі оны қиындықтарға душар етеді. Беллдің көзқарасы арқылы фильмдегі зорлық-зомбылық пен адамгершілік мәселелері ашылады. Фильмнің аяқталуы көрерменді таңғалдырады. Мосс пен Чигура арасында қақтығыс күтпеген аяқталумен бітеді. Мосс ақшаны сақтап қалуға тырысқанымен, ақырында ол қылмыскерлердің қолынан өледі. Чигура өзінің миссиясын аяқтап, сөмкені алып кетеді. Чигура Мосстың әйелін тауып, шерифтің алдын алуға тырысқанына қарамастан оны өлтіреді. Соңғы көріністі Белл әйеліне армандары туралы айтып, өмір мен өлім туралы ойларымен бөліседі. Беллдің монологы арқылы фильмнің негізгі тақырыптары ашылады. Зұлымдықтың мәңгілік болуы, оған қарсы тұрудың қиыншылығы және адамның тағдырына деген сенімсіздігі. «Старикам тут не место» фильмі қатыгездік, тағдыр және кездейсоқтық мәселелерін көтереді. Фильм кейіпкерлері әр шешімдері трагедиялық салдарға әкелетін күрделі жағдайларға тап болады. Фильмнің авторлары жазушының ойын экранда дәл жеткізген. Жеңіс тек мықтыларға тиесілі екенін бұл әлемде дәлелдеп көрсетті. Фильмнің ерекше атмосферасы, кейіпкерлердің терең психологиялық портреттері және күтпеген сюжеттік бұрылыстары қазіргі заманның классикалық туындыларының бірі ретінде тануға себепші болады. Фильмнің философиялық тереңдігі мен драматургиялық шеберлігі көрермендерді ойландырып, ұзақ уақытқа дейін естерінен кетпей тынады. Осы жерге дейін көрген көрермендерге көп рахмет. Пікір жазып, лайк басып, маған жазылып кетіңіздер.